Сіздер дұрыс сөйлейік атты бағдарламаны тыңдап отырсыздар. Сіздермен бірге тіл маманы Анар Мұратқызы. Анар ханым, енді көркем әдебиет стилінің ауызша формасы жайлы түсіндіріп берсеңіз. Бізде Самат бізді тыңдайтындар тіл үйренушілер ғой. Оларға артық болмайды әрине білгені. Бірақ о баста тілді жаңадан үйреніп жүргендер болса, енді олар күнделікті қарым-қатынастағы, әлеуметтік тұрмыстық аядағы сөйлеу стиліне қатысты тілдік білімдерді бірінші кезекте жинақтайды. Алайда мынау қазақ тілінің эстетикалық кез келген тілде болатындай функциясы бар, қызметі бар, иә? Біз кез келген тілді үйренген кезде ойлаймыз, бұл тек қана біздің қарым-қатынасымызды орындауға арналған тіл деп ойлаймыз. Әрине ол бірінші мақсат. Сіз біреумен қарым-қатынас орнату, дітіңізді орындату деген сияқты. Бірақ қалай болғанмен де тіл, кез келген тілді үйренсеңіз, сол тіл арқылы сіз көркем дүниеліктерді де тани бастайсыз ше. Ол тілдің өзінің өріліп кеткен осы функциялары мына тілдік құралдардың ішінде бірге жүреді. Жаңағы интеллектуалдық функциясы мен эмоционалдық функциясы кез келген тілдік бірлікте бірге жүреді. Сонда қазақ тілінің көркем әдебиет стиль туралы кішкене біздің тыңдармандарымыз хабардар болса, мүмкін қызығушылығы туып, осы көркем әдебиет стиль деңгейінде тілді меңгеріп алуға ұмтылар. Болмаса, күнделікті тұрмыста біздің мынау қала мәдениетінде әсіресе театрға бару, кинофильмдер көру, немесе мына ақын жазушылармен кездесулерге бару деген сияқты осындай мәдени шараларға егер осы біздің тыңдармандарымыз қатысып қалып жатса, сол қай мазмұнда, қандай мақсатта ол кісілердің сөздері жұмсалып тұрғанынан ең құрмаса білімдар болып отырады. Сондықтан көркем әдебиет стилі туралы да біраз азғантай болса да ақпарат берейік. Әйтпесе бұл кез келген біздің бағдарламаның тақырыбы бір 5 минутта айтылатын дүние емес, иә, одан да терең көбірек айтуға болады. Дегенмен, мысалы, көркем әдебиет стилінің бірінші мақсаты, ол сол стилдегі мәтіндердің бірінші мақсаты, ол мейлі жазбаша мәтін болсын, мейлі ауызша мәтін болсын, адамның эмоциясына әсер ету, адамның эмоцияларын тудыру. Сол эмоция тудыру арқылы адамды игілікке, жақсылыққа, әдемілікке, әсемдікке тәрбиелеу, үйрету. Адамның бойындағы жақсы қасиеттерді бар болса күшейту, жоқ болса тәрбиелеу, тудыру. Көркем әдебиеттің осындай бір үлкен ұлы мақсаты бар. Сондықтан мынау көркем әдебиеттің барлық жанрындағы мәтіндер көркем әдебиет стилінде дайындалады. Көркем әдебиет стилінің ауызша формасына не жатады десеңіз, ол мысалы ақын жазушылардың өздерінің өлеңдерін дауыстап оқып беретін болса, ол сол көркем әдебиет стилінің ауызша формасы. Немесе сіз бір ақынмен, журналистпен осы көркем шығарма туралы сөйлессеңіз, көркем образдар, көркем шығармадағы кейіпкер туралы сөйлессеңіз, онда да ол осы әкеуара сөзде осы негізінен көркем әдебиет стилінің ауызша формасында жүзеге асады. Енді қандай жанрлар бар десеңіз, мынау қазақтың дәстүрінде осы көркем әдебиет жанрында ұлттық әдебиет жанрындағы көнеден келе жатқан әңгіме айту жанрын айтуға болады. Ауыз әдебиет. Ауызша, иә, ауызша формасына, иә, дұрыс айтасыз, ауыз әдебиет жанрының, халық ауыз әдебиетінің бүкіл жанрларын жатқызуға болады. Сол сияқты мынау әңгіме айту жанры деген болған бір ерекше. Мысалы, осыны мен шет жағасын бала кезінде көріп қалдым. Ауылдың қариялары, ақсақалдары отыра қалған кезде кәдімгідей бір ерекше бір әңгіме қозғайтын. Жүйелеп бір болған оқиға туралы, сосын оны жай айта салмайды, оны көркем бейнелі сөздермен, неше түрлі теңеулермен, нақты даталармен, иә, дұрыс айтасыз, нақтылығымен, метафоралармен, сол кейіпкердің бүкіл эмоциялық жай күйінен сондай түгел сипаттап тыңдарманның құлағының құрышын қандырады. Шежіре қарт деп жатады ғой. Мысалы, мынау мың бір түн деген шығыстың ертегілері осы әңгіме айтудың бір көне дәстүрінде жазылған. Соны егер біз ауызша айтатын болсақ, міне осы көркем әдебиет стилінің бір жаңағы әңгіме айту жанрындағы ауызша формасы.
Енді осы көркем әдебиет стилін егер сіздер өздеріңіз көркем әдебиет стиліндегі бір мәтін тудырғыңыз келсе, сіз бірінші кезекте не ойлайсыз? Бірінші кезекте сіз сөзіңіз бейнелі болғанды ойлау керек. Мысалы, ай жарық деп айтсақ, бұл фактының болған туралы констатация, мысалы, ай жарық болып тұр дегенді білдіреді. Ал енді ай сүттей жарық десек, бұл бейнелі, сүтті көрген адам оған бұл қатты әсер етеді. Дәл осылай көркем әдебиет стилінде осындай басқа да қарапайым құбылыстарды образдар арқылы беру. Мысалы, Абайдың қараңғы түнде тау қалқып деп Гетеден Лермонтов аударған, Лермонтовтан Абай аударған өлеңде қараңғы түнде тау қалғып дейді. Тау қалғып, енді тау қалғымайды ғой. Бірақ оған адамның кейпіндегідей адамға тән қимыл әрекеттерді беріп отыр. Тағы да осындай мысалдардан келтіретін болсақ, жапырақ жүрек жас қайың, жанымды айырбастайын деген Мұқағалидың сен қайың бола бастасаң, мен адам бола бастайын деп. Мысалы, ол қайың адам болмайды ғой, бірақ сол қайыңның өзінің бір образды бейнелеп тұр. Өзі сияқты бір адам сияқты елестетіп, және оның жүрегін жапырақ деп, жапырағын оның жүрекке теңеп, менде бар бір жүрек, сенде бар 1000 жүрек деп, оның әрбір жапырағын жүрек деп, мына осылай адамға көркем әдебиет стилінің негізгі мақсаты адамның эмоцияларына әсер ету, соған сәйкес кез келген ақиқат дүниедегі құбылысты образ түрінде беру. Көп рахмет Анар ханым, көркем әдебиет стилі жайлы біраз мағлұмат алдық. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.